Сиптір. Мұшын ұйықтадық, ұйқын қандырдық. Досым, кеше мен төбелестім өзі. Конечно. Кеше төбелеспеген мен. Что-то қолымның қышуы қанбаған. Бетімде бір гематома жоқ, шекелерімде ғана бір-екі гематома болып тұр. А так, бәрі зор ғой. Бес поражение. Төбелеспеген. Бес поражение болды. Сен бойыңды алып тастады ғой. Мен бойымды алып тастады. Рекорд, короче, 0-0-0. 0-0-0, сол үшін 0. Тайсон, Майзен, похуй қарамаймыз. Короче, кеше бойды қарадым өзімше. Вообще, в общем, ұрмаппын негізше. Мен ұрсам анау құлайтын бет. В общем, құлайтын еді анау точно ше. Енді болмағаннан кейін қазір айтқаннан пайда жоқ. Вот, реванш жасаймыз. Ал баршаларыңызға қайырлы күн тағы да. Нұрғанат бар, папа бар. Бүгін медеуге шықтық. Айттым ғой, мен кеше төбелескен адамға ұқсамаймын вообще. Бодрый болып тұрмын. Ерде 812 лестницадан смело жүгіріп шықтым. Вот Нұрғанаттың өзі куә. Молодец, Нұрғанат та бірінші шықты. Папа бар. Көшін үшеміз. Нормально физкультура болды бүгін. А так бодрыймын. Тағы бір төбелес ұры жүретіндей халде тұрмын. Оқырмандарыма үлкен алғысым шексіз. Менің әкемді дұғаларыңызға қосып жатқандарыңызға рахмет. Әкеме ұзақ ғұмыр тілеп жатқандарыңызға рахмет. Және де негативщиктер де бар, которые неменеге осық жылай береді, көзінің сіздігі ағып бірдеңе деп. Адам енді басына түспей, бұндай нәрсені сезін алмайды деп ойлаймын. Енді әрбір бала үшін әке шешесінің орны бөлек қой. Әкем ауырғаннан кейін өзімді қоярға жер таппай жүрдім. Үйде ғана отырып алып, просто так жылай берем. И сонымен бүгін енді папаны тексеріп жатыр ғой жүрегім. Өзімді кішкене жеңіл сезініп жатырмын екен, папаның жанында жүргеннен кейін, бәрін біліп қарап жүргеннен кейін кішкене өзімді нормально сезініп жатырмын. Бұйыртса енді папада бәрі жақсы болып кетсін, дұғаларыңызға үлкен рахмет. Ал негатившілерге айтатыным, сіздермен алысатындай жағдайда емеспін, алысқым да келмейді. Жазғыларыңыз, не жазғыларыңыз келеді өзі. Мама, неге жылаватсыз? Бәрі жақсы болады. Жыламаң. Мама екеуміздің кішкене көңіліміз босап кетті. По-любому андай неше түрлі ойланып кетесің мама, Күйеуін құшақтап шықты әйтеуір. Бәрі жақсы болады бұйыртса. Жыламаймыз деп бір-бірімізге уәде беріп жатырмыз. Біз қайтып бара жатырмыз. Папаммен хабарда боламыз. Сөйлесіп тұрамыз. Балам ұйықтады, тамақ ішіп алайын дегенде, менің балам естіп оянып алады. Енді тамақты бірге ішеміз естіп отырады. Жан. В общем, сол сағат 5 болды. Бір ұйықтап тұрдық. Жақсы ұйықтады, тұрмай. Тато иіссізбей, тамақтың дәмі сезбей қалдық. Бірдей болып кетті ғой. Балалы болғалы ұйықтамайтын болдық, және ұйқынсыз нетсінде. Не істеп жатсыздар? Тып-тыныш отқан. Сондай боқ болды енді. Сізге күшті жарасады екен. Рахмет. Сізге сұрақ, қыз 10-10, бірақ клубтарға көп барады. 10-4. 4. 10-10, бірақ зиянды әрекеттері бар. 10-6. 10-10, бірақ сіздің ата-анаңызбен тұрмаймын десе. Бірақ құрметтей ма? Не? Егер дәмді орыс несе жүрсе, 10-0, егер бәрі жақсы десе. Жай ғана бірге тұрғысы келмейді, бөлек тұрғысы келсе. 10-7. 10-7. 10-10, бірақ жігіт достары көп болса. 10-3. Неге? Не үшін керек болған? Мен бармын ғой. Сіз негізі қызғаншақсыз ба? Орын мен деп бәрі айтады негізі.
Құрметті көрермендер, бүгінгі эфирді көру үшін төмендегі ссылкадан өтіп, бізбен бірге тамашалаңыздар. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Әдемі. Олар шүкір жақсы, демалыстан кейін свежий баспен келдік. Анау апта бір жаңа имидж көреді, қазір қайттан сол бұрынғыңызға оралып Және жатсыз. келе жатыр. Болмай ма екен? Болады, оның себебін айтамын жақында. Бір кісілер кім екенін айтамын. Бір интрига беріп қойды, сақалыңызды салсаңыз, мен сізге бір ұсыныс айтамын деймін, бір. Соны салып көрсем ба деп отырмын сақал. Не ұсыныс айтады екен деген. Онсыз да сізде сақал болған жоқ па? Болды ғой, енді 60-ға енді қайттан салсаңыз, ұсыныс айтамын дейді. Прикиньте маған. Соны білгім келіп жатыр. Осы жерде отырған бір кісі, негізінде қыз бала. Да? Иә. Қашан біле аламыз енді оны? Сақалым кішкене өссін. Былай кішкене формасын шығарайын, сосын ұсыныс айтамын дейді. Не ұсыныс қызық болып тұр ғой. Гаухар ханым емес па? Жоқ. Жарайды, оны біле жатамыз. Абылайхан, қыз 10-нан 10, бірақ қысқа киеді. Қанша болады сіз үшін? Үйленетін қыз бала негізінде өзі ұзын киіп бастайды негізінде. Ал мынандай нәрсе бар негізінде. Осы неге қысқа көйлекті юбканы айтайыншы. Неге аяғы түзу қыздар киеді? Кейде бір жаным ашып кетеді, көшеде бір қыздар кетіп барады енді. Қысқа киіп алған, бірақ енді аяққа да мән беру керек сияқты. Қазір негізінде жас кезде қыздар көбінесе аяқты мынау туфликті таңдап дұрыстап кию керек, өйткені аяқтың қисайып кететіні сол аяқ киімге де байланысты. Сондықтан қыздар киген аяқ киімдеріңіздің, ұлтараптарыңыздың арнайы нәрсе бар, соны қолданып жүріңіздер. Аяқтарыңыз түзу болғаны болашақ балаларыңызға да жақсы деп ойлаймын. Сол үшін қысқа кию деген өздеріңіз білесіздер. Кигіңіз келсе киіңіздер, қысқа болса қысқа, ұзын болса ұзын. Жігіт өзі таңдап алады дейді. Бірақ лаж болса, аяқ түзу қыздар киіңіздер. Түзу болса, иә. Аяқ ғылымының докторы бізде Абылайхан. Сондай енді, қыздар аяқтарыңыз түзу болса киіңіз. Қалыңыз қалай, Ғалымжан? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Демалыс жақсы. Мама шын келді, мен мамам күтіп, кішкене қаланы көрсетіп қайтқам. Мамаңызбен өткіздіңіз? Ау? Мамаңызбен өткіздіңіз? Иә, мамаммен өткіздім, оның таныстар болды дегенде. Ғалымжан, сізге сұрақ. Қыз 10-нан 10, бірақ қысқа көп киеді. Жалпы қысқа киеді. Нормально. Солай ақ беремін. 10-нан 10, бірақ андай ыңырсып, өмірі жылап, білмеймін, сондай бір мазаңызды алып жүреді. 5 оценка беру керек қой. Иә, 10-нан 5, иә? 10-нан 10, бірақ клубтарға жиі барады, қыдырады қыздармен. 4. 10-нан 10, бірақ жігіт достары көп. 7 дейінші. 10-нан 10, бірақ сіздің ата-анаңызбен тұрғысы келмейді. 5 дейін өткен, мен де болашақта басында ата-анамен тұрамын, одан кейін бөлек. Арке, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, бәрі жақсы, шүкір. Арке, жігіт 10-нан 10, бірақ сіздің ақшаңызға өмір сүреді. Қанша? Қанша де? 10-нан қанша? 10-нан 2. 10-нан 10, бірақ қатты қызғаншақ. 10-нан 8. 10-нан 10, бірақ ата-анасымен тұру керек болады. 10-нан 8. 5 даже. 10-нан 10, бірақ мүлде орысша білмейді. Нормально, 10. Живем деп қойсаңызшы. Үйретіп жүр ма? 10-нан 10, бірақ сізге шектеулер көп қояды. Андан барма, бұны киме деген сияқты. Ұнамайды, 10-нан 2. 10-нан 2. 10-нан 10, бірақ тұрақты жұмысы жоқ. 10-нан 0. Жақсы, демалыс күніңіз қалай өтті? Досыңызды қолдауға бардыңыз ба, айтпақшы? Жеті қолдадым ғой. Бірақ барған жоқсыз? Жоқ, бармадым. Неге бір көңіл күйсіз отырсыз? Алып тұрсыз. Шерхан, қыз 10-нан 10, бірақ жігіт достары көп. Қанша? 0. 0? 10-нан 10, бірақ қатты қызғаншақ. 7. 10-нан 10, бірақ қатты қырсық. 10. Өзі сондай ұнайды. 10-нан 10, бірақ сіздің ата-анаңызбен тұрмаймын деп айтса.